16-8 есебі. Координаталық жазықтықта z және оған комплекс және оған түйіндес комплекс сандарына сәйкес келетін нүктелерді белгілеңдер деп отыр. Бірінші есепте z тең минус 1 минус 3i комплекс саны берілген. Оған түйіндес комплекс сан минус 1 плюс 3i болады. Бірінші нүктеге сәйкес келетін, бірінші комплекс санға сәйкес келетін нүктені m1 деп белгілейік. Ол нүктенің координатасы минус 1-де минус 3 болады. Нақты бөлігі x осінде, жорамал бөлігі y осінде көрсетіледі. Екінші, оған түйіндес комплекс санды m2 нүктесі дейік. Оның сәйкес келетін нүктесінің координатасы минус 1-де 3 болады. Осы екі нүктені мынау координаталық жазықтықта көрсетеміз. Координаталық жазықтықта көрсетілетін комплекс сандарды арган диаграммасында көрсетілген комплекс сандар деп кестеде айтады. Но арган диаграммасы x осін нақты сандар осі дейді, y осін жорамал сандар осі дейді. Енді бірінші нүкте минус 1-де минус 3. Мынау нүкте m1 нүктесі. Екінші нүкте минус 1-де 3. Мынау нүкте болып тұр. Келесі екінші есебінде бізде комплекс сан z тең минус 3 минус i. Оған түйіндес комплекс сан минус 3 плюс i болады. Енді мынау берілген комплекс санға сәйкес келетін нүктенің координатасы, ол нүктені m3 деп белгілесек, минус 3-те минус 1 болады. Ал оған түйіндес комплекс санның сәйкес келетін нүктесін m4 деп белгілейік, оның координатасы минус 3-те 1 болады. Осы екі нүктені арган диаграммасында көрсетейік. Минус 3-те минус 1 нүктесі m3, минус 3-те 1 нүктесі m4. Қарап отырсаңыздар, комплекс сан және оған түйіндес болатын комплекс санның арган диаграммасындағы сәйкес келетін нүктелері мынау OX өсіне қатысты симметриялы болады екен. m1 мен m2, мынау реал өсіне қатысты симметриялы, m3 пен m4 реал өсіне қатысты симметриялы. Келесі, үшінші есебінде бізде z тең минус түбірасында 5 плюс i түбірасында 3 болады. Енді бұны біз жуықтап көрсете аламыз. Минус 5, минус түбірасында 5. 5-тің түбірі бізде жуық шамамен 2,24 тең. Яғни минус 2,24 дейік жуық шамамен. Плюс түбірасында 3 бізде жуық шамамен 1,73-ге тең. 1,73 i болады. Осы нүктеге сәйкес келетін нүкте m1 нүктесі дейік, минус 2,24, 1,73 нүктесі. Бұған түйіндес болатын санды минус 2,24 алынған 1,73 i деп көрсетуге болады. Оған сәйкес келетін нүкте m2 минус 2,24 минус 1,73. Осы екі нүктені арган диаграммасына көрсетеміз. Жорамал ось, нақты ось. Минус 2,24 жуық шамамен мына жерде, плюс 1,73 ол жуық шамамен 2-ге жақын. Яғни шамамен мынау нүкте болады. Бұл бізде m1 нүктесі. Екінші нүкте минус 2,24, оған түйіндес сан, және минус 1,73.
мынау М2 нүктесі болады. Сәйкесінше төртінші есепте бізде Z тең минус 2 минус I түбір астында 8-ге тең. Ол жуық шамамен минус 2 минус 8-дің квадрат түбірі жуық шамамен 2,8-ге тең. 2,8 I-ға тең. Бұған сәйкес келетін түйіндес сан минус 2 плюс 2,8 I болады. Жуық шамамен деп белгілейік. Сәйкес келетін нүктелерді көрсетеміз. Минус 2-де минус 2,8. Минус 2-де минус 2,8. Ол мынау нүкте. Ол нүктені қызылмен көрсетейік. М3 нүктесі. Және оған түйіндес болатын комплекс сан М4 нүктесі дейік. М3. Оған сәйкес келетін нүкте минус 2-де плюс 2,8. Минус 2 плюс 2,8. Мынау нүкте М4. Бұл жерде де байқап отырсақ, комплекс сан мен оған түйіндес комплекс санның сәйкес нүктелері OX осіне қатысты, яғни реал нақты сандар жиыны осіне қатысты бір-біріне симметриялы болады екен.